Баршаңызға сәлем, менің арнамдағы жаңа видео рецептке қош келдіңіздер. Үйіңізде асқабақ пен қатпарлы қамыр болса, осы рецепті қайталап көріңіз. Құрамы өте оп-оңай самсаның ерекше түрін бірге дайындайық. Ең алдымен асқабақты текшелеп турап алыңыз. Одан соң картопты да текшелеп турап аламыз. Үстіне пиязды да турап қосамыз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосыңыз. Мендегі дәмдеуіштер тұз, қара бұрыш және де зіра. Және ең соңында біраз қасық сұйық май құямыз. Ашытқысыз қатпарлы қамырды біркелкі тегіс етіп жұқалап жайып аламыз. Қамырды 4 бұрыштарға бөліп аламыз. Одан соң видеода көрсетілгендей түйіп аламыз. Яғни 4 бұрыштың әрбір бұрышын ортаға кезекпе-кезек бірінен соң бірін алып келіп түйеміз. Менде 900 грамдық үлкен қатпарлы қамыр, мен оны 2-ге бөліп, осылай 2 рет жайып алып, осылай бөліп алдым. Пергамент қағазы төселген табаға барлық слойкаларды орналастырып, үстіне мен ақ және қара күнжетті араластырып қолданғанды ұнатамын. Осылай араластырып, барлығын слойкалардың бетіне сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне қараңыздаршы, слойкаларымыз әдемі болып пісіп шықты. Дәмі өте дәмді болып шығады. Қайталап жасап көріңіздер. Достар, егер де сіздерге видео рецепт ұнаған болса, видеома лайк басып, арнама тіркеліп, өз пікіріңізбен видеоның астында бөлісуді ұмытпаңыз.